Жалпы жаңа Қазақстандағы Алатау театрының жаңа қойылымдары. Енді қазіргі таңда театрымызда ордалы ой түйеге жетелейтін таптаурындықтан ада өзгеше өзіндік формалары бар көрсетілімдердің қатары көбейіп келеді. Мысалы, адам болудың құпиясын ашуға, жұмбағын шешуге жетелейтін Жұлдызбек Жұманбайдың жетекшілігіндегі, режиссерлігіндегі Иран Ғайыптың «Ән мұхит» дәстүрлі музыкалық драмасы. Ардақ Беркінбайдың саяси қуғын сүргінге ұшыраған Үкілі Ыбырай, Иман Жүсіп, Тұрмағамбет Ізтілеуұлы сияқты өнер тұлғаларымен Шәкәрім, Ахмет, Мағжан, Міржақып сияқты саяси элита жайлы кез болған соң кер заман атты қойылым концерт. Нұржан Тутовтың режиссерлігіндегі балалар жылы аясында балаларға арналған Әгугай мен Егегай музыкалық қойылымы. Өзіңіз білесіз, мектептерде тәрбие сағаттары өтеді. Бұл да бір таптырмас тәрбие құралы және қойылым кезінде аудиториямен байланыста қарастырылған. Одан бөлек Мұхтар Әуезовтің 1956 жылғы екінші редакциясы негізінде Айман Шолпан музыкалық комедиясы. Және де тағы бір айтатын нәрсе, Қымыз мұрындық этнофестивалі, Алтыбақан ойын сауығы ән кеші, бұлар ұмыт болған рухани жәдігерлерімізді қайта жаңғырту үшін. Міне театрымызда жаңа ізденістерге тиек болатын осындай дүниелер бар. Сонымен қатар Алатау дәстүрлі өнер театрының тарихында тұңғыш рет шетелге және ел ішінде гастрольдік сапар болды. Былтыр театрымыз Түркияның Ыстанбұл қаласындағы Джемал Рештери концерт салонында өнер көрсетсе, биыл Елорда, Павлодар, Екібастұз, Семей, Абай, Аягөзге барды. Тағы да баса айтатын нәрсе, Ринат Зайытовтың идеясымен жаңа Қазақстандағы дәстүрлі өнердің театр сахнасындағы даму үдерісі атты ғылыми практикалық конференция өтті. Әуезов театрының директоры Еркін Жуасбек, өнертанушы Амангелді Мұқан, ақын Бақыт Бейділхан, Еркін Шүкмән, Ерлан Төлеутай және тағы басқалар қатысып келелі ойларын ортаға салды. Тағы да жасайтын жұмыстар алда бар, қарқынды жұмыс істеп жатыр.